Енді осы орыс дүниеге тек соғыстың өртін жаятын, дүниеге тек диктатураны жаятын. Осы орыс шовинизмі әрберден кейін бүкіл дүние жүзі адамзатының ортақ жауы болып отыр. Енді осы орыстың Украинада тас талқан болып жегілгенін бүкіл дүние жүзі көріп отыр. Тек шовинистер мен орыс құлдар, орыстың телеарнасы менен газетіне, радиосына миы уланған жартыбастар ғана білмеген болмаса, былайғы адам орыстың қаруының ештеңкеге жарамағанын, мынау спутниктік және жасанды ақыл парасаттық соғыс өнерін меңгерген AI, яғни Artificial Intelligent ақыл парасатпенен, яғни жасанды ақыл парасатпенен, орталықсыздандырылған басқару жүйесіменен басқарылған қару жарақтың қитыметін көріп, мынау орыстың екінші дүниежүзілік соғыстың деңгейінде қалып қалған ура деп тек 100 мыңдаған әскерді алдыңғы шепке айдап салатын, кәдімгі ескі орта ғасырдың қаруын пайдаланатын, танкіге сүйенетін осы соғысының ештеңкеге жарамай қалғанын бүкіл дүние білді. Бірақ Осып өзінің артта қалғандығын біле тұра, неге соғыс ашты Украинаға? Бұл тағы да сол бір адамның ғана мүддесі үшін. Бір Назарбаевтың мүддесі үшін бүкіл 20 миллион қазақ халқы сорлағаны сияқты. Бір Назарбаевтың мүддесі үшін бүкіл мынау жоғарғы депутаттар, министрлер, интеллигенциялар, жазушылар одағы, әншілер одағы, ақындар одағы, бүкіл дінистер одағы деген сияқты бүкіл осы идеологияның түр-түрін жаулап алған бүкіл қазақ сол Назарбаевқа бас ұрып, сәжде жасап, Назарбаевты қолдан құдай жасаған сияқты. Бір Путиннің өзі және айналасы үшін бүкіл 140 миллион Ресей халқы дым істей алмай отыр. Міне бұл шексіз орталықтандырылған, шексіз бір адамға табындырылған, бір адамды құдай жасаған дара билеушілік жүйе. Мысалы, Еуропа мен Америкада ешқашан ондай сұмдық супер президент болмайды. Себебі халқы сауатты. Бұл жердегі әңгіме халықта тұр. Ал ол халықты сауатты қылған, сол халықты оқытқан, тәрбиелеген, интеллигент зиялылар, сол саясаткерлер. Олар әрбір халықты сен құл емессің, сен адамсың, сен көзқарасыңды айта білуге тиіссің деп тәрбиеледі. Және соны көрген халық кез келген зұлымдықты көргенде, ол зұлымдықтың басы қылаң етіп, жаңағы майсасы енді көрініп, мынау бір зұлым болып шығайын деп жатқан кезде олар қарсы тұра білді. Біздегі сатылғыш зиялылар сияқты кішкентай бір мекеменің бастығы қылып қойса, докторхананың директоры қылып қойса, театрдың бастығы қылып қойса, жазушылар одағының бастығының орынбасарының, шопырының көмекшісінің орынбасары қылып қойса, елбасы жасасын деп бас ұрған жоқ. Біздегі ақындар сияқты қолына домбыраны ұстатып қойса, астына бір жаман ескі мәшине мінгізіп қойса, қандай да бір университеттің факультетінің бастығы, деканыма, орынбасар, проректорыма, ректор қылып қойса, елбасы жасасын деп адасып кеткен жоқ. Батыстың халқының мықтылығы ол мүддеге сатылған жоқ. Ал Назарбаев тұтас қазақ халқынан 10 мың қазақты жарылқады. 10 мың қазақ. Министр жасады, депутат жасады, облыс әкімі жасады, аудан әкімі жасады, облыстық күш құрылымдары, полиция, прокуратура, судья, ұлттық қауіпсіздік армия, банктың бастықтары, аудандық полиция, прокуратура, судья, кембінің бастықтары, ауылдық, сөйтіп пирамидалық жүйені жасап шықты. Сол 10 мың қазақ барлығы сол Назарбаевтық жүйеде жақсы ішіп, жақсы жеп, жақсы үй алып, Астана Алматынан қос-қостан үй алып, қос-қостан тоқал алып, көңілдестерін Дубайға жіберіп, Вирджин аралдарынан есеп-шот ашып, миллиондарды оңды-солды шайқап үйренген сол 10 мың қазақ 20 миллион Қазақстан халқының соры болып отыр. 20 миллион Қазақстан халқы ең қарапайым сол мектептің директорынан тартып, ең қарапайым ауылдық кішкентай докторхананың бастығынан тартып, сол Назарбаевтық жүйеден пайда көрген 10 мың қазақты құрастырып отыр. Осы 10 мың қазақты бақытты баяшатты қылып, солардың ішіп жеуіне, солардың ұрдауына, жырдауына, сол және бұл жерде ұлттық компаниялар бар, аудандық, облыстық тендерлерді ұтып алушылар бар, мемлекеттік нысандарды жекешелеп алушылар бар. Сөйтіп сол 10 мың қазақ қана Қазақстанда ішсе алдында, ішпесе артында қалай ұрлайды, қалай шайқайды, сотталмайды, ұл қыздары білгенін істейді, қыздары құтырып небір сұмдықтарды жасайды, ұлдары құтырып небір сұмдықтарды жасайды. Осы 10 мың қазақтың көзін құрталмай 20 миллион Қазақстанның халқы сорлап 30 жыл өмір сүрді. Тура осы система Путин жасап шықты. Путин осы системаны бүкіл Ресейде, және сол Ресейдің ықпалындағы Беларусияда, Қазақстанда, мынау Тәжікстанда, мынау Түркменстанда жасап шықты. Мынау Қырғызстанның халқы мың жерінен демократияға ұмтыламыз дегенмен, қайта-қайта мәскеушіл күштерді қайта-қайта қаржыландырып, Қырғызстанда бір батыстық басшы шыққанда, орнына бір мәскеушіл басшыны шығарып тастап, сол қырғыздың өзінің көзін ашқызбай, адымын аштырмай, өсірмей, көктетпей, көгертпей ұстап отырған әрберден кейін тағы да сол Путин. Яғни Путин жер бетіне адам кейпінде келген даджал. Яғни Путин жер бетіне келген шайтан. Яғни Путин
тура ібілістің өзі. Енді осы адам кейпіндегі екі аяқты дәджалды, яғни қазақша айтқанда тажалды, адам кейпінде келген осы ібілісті Путинжан дейтін қазақстандық сопы Сметолла Мақсум және оның жаңағы ох деп зікірлейтін зікіршілеріне не деп айтуға болады? Яғни бұл сопы зікіршілердің артында тағы да ирандық шиғалық сопылық зікіршілік бағыттағы адасқан саяси күштер тұр. Себебі бұл дүние екіге жіктеліп тұр. Барлық диктатура мен дара билеушіліктің қорғаушысы, тіреушісі Путин болса, сол диктатуралық бір орталыққа табынатын Құдай емес, Құдайдың көлеңкесі сияқты бір басшыны жаңа қолдан жасап соған табынатын жүйені жасаушы Иран болса, сол ирандық бағытқа жақын өздерін сүннит дегенмен сопылық бағыт, сопы дегенмен оның ішінде зікірші болатын. Сөйтіп қолдан жасалған көсем Сметолла Мақсумды Құдай деп табынатындардың бәрінің артында міне дінді желеу қылған, дінді тон қылып, жамылып алған, анығында сол саяси билікке келуді көксейтін кешегі зікіршілер тұр. Ол зікіршілерінің басы Сметолла Мақсум болса, арты анау Түркістандағы Зікірия Жандарбек, анау мен ұсталмай жатып күніне бір мақаладан жариялап Серікжанды соттатпасақ сорлаймыз деген Зікірия Жандарбек Қазақ-Түрік университетінде. Оның арты күні кеше ұлттық арнада бүкіл зікірші сопыларды жинап алған анау ғалым Боқаш, Санжар Керімбай, Сметолла Мақсум, анау Қурай қатын кім еді, Құдай ұмытып қаламын. Ақжүніс, Сәуле Әбілдаханқызы Әбединова, оның жаңағы Петрушкасы, Абзал Құспан деген маймыл, осылардың барлығы осы Путинді арқа тірек тұтқан, осы Иранды идеологиялық бағыт қылған осы сұмырайлар. Енді солар кеше Абзал Құспан Кембінің тапсырмасымен өзі адвокат болып, өзі соттатқан сол Сметолла Мақсум лидерлері Путинжан деп естері шығып отыр. Енді осындай жағдайда Қазақстанда Ресейге арқа сүйейтін орысшыл, ал дінді желеу қылған бұндай саяси күштер Қазақстанда қазір қайтадан күшейіп келе жатыр. Ал Тоқаев ол Путиннің басыбайлы құлы болғандықтан бұларға күш беріп отыр. Енді ресейшіл интеллигент зиялылар бөлек жүктеледі, ресейшіл жазушылар одағы қалыптасады, ұлы орыс халқы деп сілекей шұбыратын, сәбеттен қалған, орыс сасыған, сәбет сасыған шалдар қайтадан жіктеледі. Путиннің айналасына анау Айдос Сарым, Айдос Сорым сияқты түлкілер келеді. Ресейге біз рахмет айтуға тиіспіз, Ресей бізді қорғап отыр дейтін бұндай есекбастар автоматты түрде жиналады. Енді орыс тілді бұндай ұлт сатқындарының бағы жанады, себебі төбесінде Путин, Тоқаев отыр. Енді осындай кезде Қазақстанда әдейі қазақ пен орыстың ортасына от жағып, қазақ ұлтшылдарын арамдатып, сөйтіп қазақ ұлтшылдарын заңды түрде түбегейлі тас-талтан қылып, еңсесін көтерпей ұрып, алды шығатын болса қаптатып, ал шығып үлгермеген үркітіп, қорқытып, ең соңында орысшылдық команданы басы бүтін Қазақстанда ырық торынға жеткізу үшін Тоқаевтың неше түрлі арамайла жоспары іске асқалы тұр.